Сәлем достар, бұл сабағымызда біз функцияның ішіндегі функцияны кері қайтаратын сабақты өтетін боламыз. Біз алдыңғы сабақтарымызда функцияға бір мәндерді беріп, одан бірдеңені жұмыс істеткізіп, тек одан нәтижені алып отқан болатынбыз. Енді бұл сабағымызда функцияның ішіндегі нәтижелерді орындатып, сыртқа функцияны шығаратын боламыз. Ол үшін бір returning.py деген бір файл аштым. Мысалға бір def деп дәрежені алу. Мысалға 2-ның 3-ші дәрежесін алу деген сияқты бір приложение жасап көрейік. Мысалға оны дәреже алу деген бір функциямыз болсын. Ішіне бір сан алсын ол. И санның ішінен кіреміз. Ішінде тағы да def мысалға бір дәрежесін алу деген сияқты екінші бір функциямыз болады ол кезде. Def inner деп ат қоямын, яғни ішіндегі функция деген мағынаны беру мақсатында. Бұл жерде бір power деген бір сан алады. Бұл сан қазір көрсетемін сіздерге қалай болатынын. Бұл жерде мысалға 2-ның 3 дәрежесі, 4-тің 5 дәрежесі деген сияқты нәрселер. 2-ның 3 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі деген сияқты нәрселерді орындатқызамыз. Ол үшін не істейміз? Біз мысалға бір сан аламыз, и санды оның ішіндегі функцияға жіберіп, оны полный функцияны керіге сыртқа шығарып береміз қолданушыға. Ол үшін не істейміз? Return келген санды 2 рет көбейтуді бассақ, біз оның дәрежесі деген мағынаны беретін еді. Power дегенді береміз. Және оны Enterмен экранға шығарамыз. Және бұл жерден return inner деп сыртқа қарай нәтижені шығаратын боламыз. Мысалға бір орындатқызып көрейік. 2 дейік. 2 тең дәреже алу деймізді. 2-ні жіберейік. Және 3 дейік. 3 тең дәреже алу, оған 3 деген санды береміз. Мысал сақтап қойық мына жерге. Бұны Ctrl-K-сымен комментке ала тұрайын. И мынаны көрсетейін мен сіздерге қалай жұмыс істейтінін. 2 дейміз. 2 біз мына жерде уже бір функция ретінде қолданамыз. Оны print деп 2 деген функцияға 2-ның 3 дәрежесін алу деген нәрсені жібереміз. Сақтаймыз. Ctrl-Shift тырнақша орындап қойамыз. Python returning.py деп бір файл аштым, оны орындатсақ. 8 деген нәтижені алдық. Неге 8? Өйткені біз дәреже алу функциясына 2 деген санды жібердік. Ол 2 деген сан inner функциясының ішіне кірді. 2-ның power дәрежесі. 2-ның power дегеніміз біз мына жерге 2 деген функцияға, яғни inner функциясына 3-ті жіберген болып есептелеміз. 2-ның 3 дәрежесі деген шықты. Енді дәл осыны 3-ші дегенге шығарып көрейік. 3 деген жаздық. Print 3-тің мысалға 3-тің 3-ші дәрежесін шығарып көрейік. Яғни 3-тің кубы нәтиже келу керек экранға. Мына 8 және 27 болып келді. Дәл осылай іштегі функцияны біз сыртқа функция ретінде жіберіп, оны қолданушы қолдана алады екен. 2 нені. Мына жерде мысалға бір түсінікті деп ойлаймын бұл жерде. Енді келесі бір мысалды өтейік. Мысалы веб-сайттарда болатын болсын. Мысалға бір бетімізді, главный бетімізді, немесе продуктының бетін, сайфасын, соны админ ғана өзгерте алады, ал қолданушы кірсе өзгерте алмайды деген нәрсені шығарып беруімізге болады. Мысалға def не десек болады? Edit дейік. Бұның ішіне бір админ деген бір бітейік. Парақша дейік мына жерге.
парақша. Bir парақша келсін мына жерге. Bir парақ келсін. Ішінде def, бұл жерге де inner деп айтайын. Inner функциясы. Бұл жерде роль сұрайды. Яғни админ ба, қолданушы ма, роль сұрайды. Роль деп айта салайын. Егер роль тең болса админге, return екі тырнақша, мысалға 0, рөлі бір парақшасын, қазақша сөзбен рөлі иесі, мысалға разница жоқ, парақшаны өзгерте алады. Формат методын қолданамыз. Формат, мына жерге 0-ге бізде роль келеді, ол роль үтір, екіншісі парақ. Егер else басқа жағдайда админ ғана өзгерте алады, басқа жағдайдың барлығында экранға біз оны өзгерте алмайтындығы туралы хабар береміз. Мына жерге return екеуін қояйын, бұл жерге де мынаны сразу көшіріп ала салайын. Мынаны тырнақша алайын, и болды. Но рөлі парақшаны өзгерте алмайды дейік. Алмайды деп экранға жаздыртайық. Енді return мен бұл жерде де екінші нені жібереміз. Мына жерге return мен inner'ді сыртқа жібереміз. Енді бұны былай жасайық. Мысалға, қолданушы дейік, user дейік, тең парақша. Мысалы, парақшаның аты басты бет болсын. Или өнімдер парақшасы. Қазақша жазсам да болады. Енді бұлай атын жазып кете берейін. Өнімдер парақшасы бетін қолданушы user или printпен сразу жаздырайық. Admin print админмен өзгерте алатындығы туралы көрсетейік. Бір экранға Ctrl-Shift тырнақша орындап қойсақ, нәтижені көрейік. Міне. Бұл жерде админ рөлі келді. Админ рөлі өнімдер парақшаны өзгерте алады деген жазу келді. Енді админнің орнына мысалға user болсын. Қолданушы рөліндегі адам кірді. Оны өзгерте ала ма, көрейік парақшаны. User рөлі өнімдер парақшаны өзгерте алмайды деп экранға шығарып берді. Дәл осылай функцияның ішінен функцияларды қайтарып беретін тапсырманы орындадық. Ctrl-C. Енді осылай басқа да бағдарламаларды біз жасай берсек болады. Енді үшінші бір қолданушыдан қосу немесе көбейту деген сияқты бір арифметикалық жұмысты алайық, команданы алайық. Біз соған байланысты функцияларды шығарып берейік. Мысалға def деп жұмыс деп көрейік. Или амал дейік. Ішіне мысалы қосу, көбейту деген нәрсені алсын. Бір амал алсын ішіне. Ішінде def қосу деген болсын бізде. Қосу ішіне
args алсын, енді кез келген сандарды алсын қолданушыдан. Оны for дөңгісімен, for циклымен in args-тың ішінен қосып отырсын. Мысалға, қосу үшін бір қосынды тең 0 деп алайық. Әр қадамда қосынды плюс тең i-ді қосып отырайық. Ең соңында нәтижеде def-тің ішінде нәтижеде return-мен қосындыны шығарып берсін. Одан кейін екінші def көбейту болсын, көбейту амал болсын. Ол жерде де бірнеше санды алсын қолданушыдан. args. Ол жерде де бірінші көбейтпестен бұрын көбейтінді деп қойып, көбейтінді кейін бірден бастайық. Өйткені 0 болып болса, көбейтін 0 болып кетеді барлық көбейтінді. Бұл жерде де цикл арқылы in args көбейтіп шығарып береміз. Көбейтінді көбейту тең i деп return-мен көбейтіндіні қайтарып берейік. Енді біз бұл функцияларды сыртқа шығару үшін тексереміз. If біздің амалымыз, сырттан келген амалымыз тең болса, мына жерге қосу немесе көбейту болсын. Қосу. Егер қосу болатын болса, return-мен бізде қосу функциясын жіберсін. Егер else elif деп жіберсек те болады, разница жоқ. Else қалған бір жағдайда мен көбейтуді экранға қайтарып берсін деймін. Көбейтуді қайтарып берсін деймін. Return арқылы осылай жібердік деп не қылам, бұл def-тен. Енді орындатқызып көрейік сырттан. Бізде главный функциямыз амал. Оны, мысалға, қосу деп жазып қояйық. Қосу тең амал. Амалға қосу деп жіберейік. Одан енді сақтаймыз. Енді ары уже қосу дегеннен кейін, қосу бізде функция болып есептеледі. Мынаның ішіне біз сан аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ға дейін сандардың қосындысын шығарып берсін. Екіншісі көбейту деп айнымалысын алайық. Тең бізде амалымыз көбейту болсын, және көбейту деп функцияның ішіне. Енді бұларды қазір принтпен жаздыртып шығамыз. Мысалға 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке дейін сандардың көбейтіндісі. Яғни 5-ке дейінгі факториалды шығарып берсін. Принтпен жаза саламыз бұны. Мынаны жақшасын жабайық. Мынаны да жақсасын жабайық деп принтке салайық. Сақтаймыз, Ctrl-Shift тырнақша орындатқызамыз. Нәтиже так. 1 минут 55-ті шығарды. Көбейтулерге бір мән берейік. Мына көбейтінді Ctrl-X функцияның ішіне кіргізейік. Қосынды тұр, дұрыс. Сақтаймыз, Ctrl-Shift тырнақша. 55 пен 120-ны экранға шығарып берді маған. Өйткені мен қазір мына жерде айттым, қосу деген мен амал деген функцияға жібердім. Оның алатын мәні қосу. Қосу болғаннан кейін маған бұл қосу функциясын қайтарып берді. Экранға мен қосу функциясына кез келген өзімнің қалаған мәнімді бере аламын. Оны орындатқыза аламын. Яғни біз алдыңғы сабақтарда бұлай мына
іштегі функцияны қолдану үшін мысалға қосу деп біз шақыру керек едік еді. Алдыңғы сабақтарда осылай қолдануымыз керек еді. Осы функцияның ішінде функцияны қолдануымыз керек еді. Ал қазір біз оны қолданған жоқпыз, бірақ оған сілтеме беріп отырмыз. Осы сілтеме арқылы ол орындап бізге, мысалға, мына сырттағы амалды функцияның ішіндегі, оның ішіндегі функцияның мәндерін жіберткізіп, оны орындатқызып нәтиже алып отырмыз қазір. Бұл енді біздің шамалы логикамызды дамыту керек. Өйткені ары қарай біз күрделі бағдарламалау тіліне өтіп жатырмыз жайлап. Енді бұны түсіндіңіздер деп ойлаймын. Іштегі функцияны енді бір функцияға бір мән беріп, параметр беріп, ол параметр ретінде сыртқа функция алу туралы сабағымыз болды. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрақ қойыңыздар, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.